Абылайды шақырайыншы. Абылай, кел шортаға, кел бауырым. Бәрекелді. Міне бой десең бойы бар, ой десең ойы бар. Бас десең басы бар, жалындаған жасы бар. Ортамызда бүгінде Асқар мен Айымның күйеуі боласа, Абылай келе жатыр бір құрмет қосырынан. Әбеке қалайсың, бәрі жақсы ма? Той қуаныш құтты болсын. Жалпы көңіл күй қалай? Қай жұртың қалай қарсы алды? Әдемі. Әдемі қарсы алды ма? Ризасың ба? Ризамын. Ой, жаным, сен риза болсаң болды, бәріміз де ризамыз ғой шүрін негізі. Енді мынау күләшті бәріміз танимыз. Бірақ күләшті Абылай да жақсы таниды. Жақсы таныған соң жүрегін ұсынды. Жүрегін ұсынған соң мынандай той болып жатыр. Мұндай тойда Асқар мен Айым жасап жатыр. Енді күләштің кім екенін анау төрде отырған албан құдаларыңыз бар. Негізі мына Асқар өте стратег жігіт қой. Құдалар албан болғаннан кейін осы албандардың тіліне албандарды көрейікші деп мені де ошақ оқып қойды тамадағып негізі. Сондықтан да енді Асқар жалпы күләштің қандай екенін, қандай қыз екенін бүкіл әулет біледі. Сол қызымызды құдаларға жақсылап тұрып таныстырайық, айтайық, сіздердің қыздарыңыз қандай асыл қыз екенін. Ол былай, күләш қанша әріптен тұрады есімі? Қанша әріп? К, Ү, Л, Ә, Ш. Енді қазір сіздер бірінші К деген әріптен басталатын күләш туралы, күләштің бойындағы бар асыл қасиетті айтасыздар. Ұнаған бір сөзін сен ғана теріп аласың. Келістік па? Так, буква К. Күләш қандай қыз? Так, күләш бірінші көрікті қыз. Так, қандай қыз? Көркем. Красивая. Красивая. Так, қандай қыз? К. Керемет қыз. Қандай қыз? К. Көрікті айтылды. Тағы К. Көңілді. Так. Күшті қыз. К. Қандай? Кербез. Кербез қыз. Тағы қандай қыз? К. Керемет. Кең пейілді қыз. Және Керемет қыз. ой, молодец. Соның ішіндегі саған ұнағаны қай сөз? Кең пейілді қыз. Кең пейілді кім айтты? Дұрысы. Ортаға билеп. Ал ортаға. Стоп. Мына призді жай шығып алуға болмайды. Қайттан билеп шығыңыз аяқтан. Музыка маэстро. Жібері. Бәрекелді. Құтты болсын бірінші призсіздікі. Ал енді кеттік. Екінші әрпі қандай? Ү. Кеттік. Қандай қыз? Ү. Үлгілі. Ү. Үлкен. Үлкен қыз. Ү жаным. Бәрін біледі осы бала. Так, қандай? Үкілі. Үлгілі айтылды. Так. Үкілі. Үкілі қыз. Так. Үкілі қыз. Үлгілі қыз. Үкілі қыз. Тағы қандай қыз? Айтамыз. Тез. Үздік қыз. Так. Үміт күтетін қыз. Так. Мына жақтан. Үлбіреген әдемі жап-жас қыз. Жаныма, не деген дайындық мынау келінге деген, Үлпілдеген қыз. Үлбіреген қыз, үлпілдеген қыз, үлгілі қыз, үкілі қыз, есіңе сақтап ал. Үнемді қыз. Экономичная деп отыр. Енді күшіздің қыздар үнемді болып келеді негізі. Так, үнемді қыз, тағандай қыз. Так, бар ма? Соның ішінде саған ұнағаны қайсы болды? Үлгілі қыз. Үлгілі қызды кім айтып еді? Кім айтты үлгілі қыз деп? Ортаға. Жаным деп күлнарам, күнде сағынып барам. Сенен хабарың жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені күлнарам. Бәрекелді. Тамаша. Ал үшінші әрпі қандай? Л. Л. Кетті. Қандай қыз? Л.
Л. Буква Л. 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 Қандай? Ойба, мына. Так, бірінші мына ағама барайыншы. Қандай қыз? Ләззат қыз. Ләззат қыз. Так, так. Лашын қыстай қыз. Лашын қыстай қыз. Так, жеңеше. Лапочка қыз. Ой, жаным-ау, келіннің бәрін айда еркелетіп үйсің. Иә, лапочка қыз дейді. Так, сомен, так, бар ма? О, сомен біздің Л, қандай қыз? Лала гүлдей. Лала гүлдей қыз. Сонымен тағы бар ма? Из варианты. Л. Абылайға. Так. Так. Ласковая айтылды. Абылайға қандай қыз? Лайықты. Лайықты қыз. Тағы? Любимая. Любимая қыз. Сомен Абылай қандай болды ұнағаны? Лашын құстай. Кім айтты лашын құстай деп? Қайда? Лашын құстай деп айтқан. Ана төрдегі апамы, бәрекелді, жеңеше келіңіз. Бәрекелді. Со аяғыңыз түсініп тұрмын, оданша мен билеп бара салым керек сізге. Бәрекелді, шабырақсақ қойыңыздар, рахмет. Так, сомен 4-ші әріпі бізде? Ал кеттік. Әге вариант көп. Қандай қыз? Так. Әдемі. Әдемі? Әдемі деп айт. Әдемі деп айтайын деп. Әдеміден басқа вариант бар ғой негізі. Так, тек қана әдемі емес. Так, әдемі? Әдепті. Әдепті. Так. О, мына жақтан. Так. Әдепті айтайын дейік. Сіз бір-біріңізді қайдалап қайда. Так. Арлы қыз. Қой. Так. Әдепті қыз. Әдепті қыз. Жеңеше осы жолды өтіп қалады жағы. Әсем қыз. Әсем қыз. Екеуіңіз бір сөз ба? Ақылдаспасаңыздар бір шатта тұрасыздар дейді. Так, мына жақта. Ой, қайда міне мына атбек әдеп. Так, әсем қыз, әдепті қыз, әдемі қыз. Так. Аяй қыз. Аяй қыз. Так. Так, сомен Әкесінің қызы. әкесінің қызы. Айтыңыз. Әлемге әйгілі қыз. Әлемге әйгілі Әділ қыз. әділ қыз. Сонымен қатар әлемнің қызы деп біреу айтпайды екен, мынау негізі. Так, бар ма? Әнші қыз айтылды. Сомен қайсысы ұнаған? Әділ қыз. Әділ қызды кім айтты? Әділ қыз деп кім айтты? Мына жерде, анау жерде, бәрекелі. Ортаға. Ал билет. Рахмет. Апай, халал тойда өз билеген бүлдірлігін. Бірақ мына түріңізге қарасам, вообще бір түрлі мәлік қалдым. Сонда отырасаңыз өз жерден. Бәрекелді. Тамаша, керемет. Мінеге осылай жамылғысын жамылып, тамаша, керемет іздейбатымен келген жеңемізге. Және ең соңғы әріпі Ш. Ш. Ал кеттік. Кім? Абылай. Ана жақта өзің жеңгелеріңде бір жақсы пікір айтып отыр негізі. Қазір ойлап қалады ол кісілерші. Тамада қайным негізі призді бізге бермей қойды деп. Сондықтан да Абылай таңдап атқан сөздеріңізді мен емес. Бәрін. Так, сонымен Ш. Кеттік. Қандай? Ал, сіз бірінші айтыңыз қа, сіздің сөзіңіз біреу айтып қойып тағы да. Шашы ұзын қыз. Шашы ұзын қыз. Так, сонымен сіздікі де оны емес шығыр? Шырайлы. Шырайлы қыз, шашы ұзын қыз, шырайлы қыз. Тағы бар ма? Так. Шаттықты қыз. Шаттықты қыз. Жеңгешка, давай. Осы жолы өтеді точно, Абылай қарап отыр. Шапағатты қыз. Шапағат, үш жерден тоқтатсақ, шапағатты қыз дұрыс ортаға. Шапалақ музыка маясы. Қыздар-ай, сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай. Сұлу қыздар-ай, сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрдік біз қалай. Сыйғып берген бізге Құдай, күнде көргем жүздерім арасынан өзге гүлді іздедім. Аңсадым, сен іздедім қанша күн. Тек жолықшы сұлуым, таппай сені шаршадым. Аңсадым, сен іздедім. Әйтеуір бір үйтіп бүйтіп.
Айтпаңыз, екі жақта бір приз алдық ау әйтеуір. Құдай көлсейге барғанда шай ішпей қала ма деп қорқып кеттім ғой. Иә, бәрекелді. Сонымен күләш деген бес әріптің іштен барлығын сыйдырдық. Ал құрметті ағайындар, мынау өмірдің көрмей тасасын, қазымен қарта асасын, айналайын Абылай күйе бала болдың, әлім шөмекейге жақсыққа қадам басасың, айналайын күләшчан келін боласың, қызыл бөрікке жамандықтан қашасың. Басқасын қайдан басқасын, басқыраған бүгінгі Абылай мен күләш бақты болып, 100-ге дейін жасасын деп қояқшы. Той құтты басын бәрекелді.